Алладан күнәні жасыру. Баяғыда бір келіншек жас баласымен жесір қалыпты. Көмек қолын созар, жақындары да жоқ болса керек. Әйел байғұс әркімнің үйін тазалап, ауқаттылардың үйін жағалап, ас суын тауып жүреді. Бірде аш, бірде тоқ болып, өлместің күнін көр. Жесір ана мен баланың өмірі жылжи беріпті. Тұрып жатқан баспанасы да қайсы бір оңды дейсің. Жаңбыр жауған сайын шатырдан су сорғалап, берекесі кететін. Терезеден аңыраған суық тағы бар. Сондай ауыр күндердің бірінде әйелдің баласы суық тиіп, төсек тартып жатып қалады. Дәрі алатын ақшасы да жоқ. Баласының ыстығы түспей, қатты қиналған соң, жаны шырқырап, көршілердің бәрінен қарызға ақша сұрап шығады. Көршілері болса, әйелді жолатпай қуып жібереді. Амалы құрған келіншек сол ауылдағы аты көпшілікке танылған ұстахананың есігіне қарай беттейді. Бұл ұстахананың иесі қолының өнерінің арқасында шаруасын дөңгелетіп отырған орта дәулетті адам еді. Тапа-тал түсте әлдекімнің ұстахананың есігін жанұшыра ұрғылап жатқанына барып есігін ашады. Сөйтсе, есік алдында сүп-сүйкімді ірі ауызға салғандай жас келіншек тұр екен. «Аға, сізге бір айтар сөзім бар», деді келіншек басын жерден көтерместен. «Кіре ғой ішке, ал айта бер, құлағым сенде», деді ұста босағадан аттап ішке имене кірген келіншектен сұқтанған көзін ала алмай. «Менің балам ауырып өлудің алдында жатыр. Соның еміне дәрі қазір ақша іздеп жүрмін. Бәрі қолымды қайтарды. Өзім жесірмін. Соңғы үмітім сізде, аға. Бір тиынды да қалдырмай қайтарып беремін. Күнімен түнімен жұмыс істесем де табамын», дейді келіншек жыларман болып. Жас әйелдің мұңына үнсіз құлақ түріп тұрған ұстаға «жесірмін» дегенін естіген бойда арам ой сап ете қалды. Дәрменсіздігін пайдаланғысы келген ниетпен: «Қарағым, сұрағаныңды берейін. Тек қайтарымына бүгін түнде маған келсең болды. Есіктерді ашық қалдырам. Жақсылап ойлан», дейді ұста аш көзімен келіншекті ішіп жеп. Сөйтіп сұраған ақшасын қолын ұстатады. Ұстадан мұндай сөзді күтпеген келіншек өкіріп, жылап жібереді. Кетіп қалайын десе, баласы өлім аузында жатыр. Баласынан айырылса, өмірінің не мәні бар? Еріксіз ақшаны алып, түнде келетін болып, келісімін беріп ұстаханадан шығады. Екі көзінен жас сорғалай, байғұс әйел жолай дәрі-дәрмек алып үйіне келеді. Дәрі беріп, ыстық ас ішкізіп, баласын ұйықтатады. Ел жаттау дегенде ақырын ғана үйінен жылыстап шығып, ұстахананы бетке алады. Ешкім көріп қоймасын дегендей, жан-жағына алақ-жұлақ қарап, ұстахананың ашық тұрған есігінен ішке кіреді. «Есіктің бәрін бекіттің бе? Ешкімнің көзіне түскен жоқсың ба?» дейді ұста әйелді көре салысымен. «Бекіттім, аға. Есіктерді жаптым. Бірақ адамнан жасырғанды Алладан қалай жасырамыз? Алланың есігін қалай жабамыз?» дейді әйел батылдана тіл қатып. Келіншектің келуін асыға күтіп, бүкіл ойын арамдық билеп алған ұста әйелдің мына сөзін естіген бойда сылқ етіп жерге отыра кетеді. «Қалқам, қайт үйіңе, қайт. Ағаңның бір ағаттығын кешір айналайын. Адамнан жасырған мен Алладан жасыра алмайтынымды ойламаппын-ау. Ақшаны да қайтарма, балаңды емдет», дейді дәрмені құрған ұста. Осы оқиғадан соң әлгі ұста жесір келіншектің үйін жөндеуден өткізіп беріпті. Өзі намазға жығылып, дәретсіз ұстахананың табалдырығын аттамайтын болған екен. Темір ұстахананың иесі мен киесі болады. Сондықтан ұсталар ол жерге бойын тазаламай кіруге болмайды. Әйтпесе, жын перінің тұқымын көбейтіп, ұстаханасын игере алмай, сол жын перілердің жетегінде кетеді екен.